кезде сойқан желі болып жатыр. Баламдыш болып жатыр. Енді мына жылыжайдың нағыз сыналып жатқан кездері болып жатыр. Бұны сынау үшін де осындай бір екі сотық қана қап салдық биыл. Енді ойым бұл да осындай қатты жерлерде ашып өте жетіп жіберген деген. Бірақ шүкір Аллаға бірге төртеп беріп тұрмыз. Біздің Төрткүл жақтың Арыстанды, Қарабоста желін білетін адамдар көп қой негізі. Қалай тұратынын. Бүгін 3-ші ма 4-ші күн болып жатыр. Түнде басылу керек, Алла қаласа. Көреміз енді. Алла осы жаңа еңбегімізді осындай табиғаттың апаттарынан сақтасын деп тілейміз.